Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай тауық етінен көкөністермен пеште пісіретін боламыз. Өте оңай және тез дайындалатын тағам. Барлық ингредиенттерді осы видеоның астына жазып қоямын. Осылай барлығын алдын ала дайындап алдым. Сіздер де солай дайындап алсаңыздар болады. Ең алдымен тауық етін маринадтап аламыз. Бізге керегі тауық сан еті. Мен осылай бөлшектеп алдым. 1 шай қасық тұз, паприка, қара бұрыш қосамыз. 3 ас қасық майонез, 1 ас қасық томатный паста, немесе кетчуп алсаңыздар да болады томатный пастаның орнына. 2 дана сарымсақ қосамыз. Мен осылай алдын ала үккіштен өткізіп алдым. 1 ас қасық соевый соус қосамыз. Және 2 ас қасық сұйық май қосамыз. Енді барлығын бір келкі етіп араластырып шығамыз. Енді ыдысымыздың бетін жауып, осы маринадта тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырамыз. Енді көкөністеріміз турап алатын боламыз. Бізге керегі 1 килодай картоп, 1 сәбіз және 1 дана пияз. Көкөністерімізді осылай картопты 2-3 бөлікке бөліп осылай турап аламыз. Турап болған соң бәрін бір ыдысқа саламыз. Сәбізімізді жұқа қылып, майдарақ қылып турап аламыз. Сәбізімізді де картоптың үстінен саламыз. Енді пиязды турап алатын боламыз. Пиязды осылай жұқарақ қылып турап шығамыз. Пиязымызды осы көкөністеріміздің үстінен саламыз. Енді 1 шай қасық тұзымызды қосамыз. Үстінен паприка және қара бұрыш қосамыз. Тағы да сұйық май 2 ас қасық қосамыз. Барлығын жақсылап осылай видеодағыдай араластырып шығамыз. Енді формамызды аламыз. Формамызға фольгамызды төсеп аламыз. Мен 2 фольга алдым. Үстіне көкөністерімізді бір келкі етіп жайып шығамыз. Үстінен дайын маринадымызды алып, салып шығатын боламыз. Енді жан-жағын бәрін бекітіп, мен осылай жауып шықтым. Ішінде піскен кезде соғы сыртына қарай шығып кетпейтіндей осылай жауып шығамыз. Бетін осылай фольгамен жауып, алдын ала қызып тұрған 180 градустағы пешімізге 1 сағаттай көлемінде салып пісіріп аламыз. Ал 1 сағат өткеннен кейін осылай тауығымызды шығарып, бетін ашып алатын боламыз. Бетін ашып, тауығымыз тағы әдемі қызарып пісу үшін жарты сағатқа пешке тағы салып алатын боламыз. Біздің тауығымыз және көкөністеріміз осылай әдемі болып қызарып пісіп шықты. Мен үстіне осылай укроп сеуіп шықтым. Осындай дәмді және тез дайындалатын тағамды дайындап көрсеңіздер болады. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлвира.